Ассалаумағалейкум құрметті қазақ елі, сіздермен бірге тұғырлы тұлға бағдарламасы. Бағдарламамыздың кезекті кейіпкері, әлем дәрігерлерінің арасында есімі алтын әріппен жазылатын өңірімізден шыққан талантты тұлғамыз нейрохирург Серік Ақшолақов ағамыз. Аға, бағдарламамызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай, аға? Саламатсыздар ма? Бәрі жақсы. Біріншіден істеп жатқан істеріңізге жеміс тілегім келеді. Әумин. Енді аға, бірден сұраққа көше берейік, өткен уақыт тапшы деп жатырсыз. Мынау қазақтың дархан даласында өзіңіздей тұлғалар жетерлік қой. Бірақ енді өзіңіздің сыртқы келбетіңізге қарасақ, өзіңіздің атақ абыройыңызға қарасақ, бір мақтанып, кеуде керіп айтарлықтай керемет тұлғасыз аға. Дегенмен осындай атаққа, осындай мансапқа ие бола тұра, өзіңізді мықты қарапайым ұстайсыз. Үлкенге деген ізетіңіз, кішіге деген құрметіңізді байқаймыз. Енді осы қарапайымдылыққа сізді не жетелейді, аға? Рахмет. Біріншіден андай тұлғалы тұрға деген үлкен бір бастамаңызға шақырып, қонақ ретінде елден шыққан азаматтың бірі деп елеп шақырғаныңызға үлкен рахмет. Бұл жалпы адамзатқа, қазақтарға, басқа да халықтарға тән зат қой деп ойлаймын. Біз енді елден шыққан азаматтарымыз, сондықтан істеп жатқан ісіміз, ол біздің кәсібіміз, халық үшін, ел үшін. Оны өзім аузымды толтырып айтқым да келмейді. Себебі бұл біздің күнбе күнгі жұмысымыз. Біз осы жұмыс үшін бізді оқытты, осы жұмыс үшін бізді әке шешемізден бастап тәрбиеледі, отбасымыздан, мектептен тәрбиеледі, әрі қарай оқу орындарында тәрбиеленді. Сондықтан ойлаймын, бұл кәсіптік адамгершілікпенен қатар жүретін кәсіп деп. Оның ішінде дәрігер болу. Сондықтан өзімді басқалардан оқша қойып, айтуға көңілімде оған жатпайды. Көп дәрігерлердің бәрі науқас үшін, ел үшін, халық үшін қызмет етеді. Соның бірімін мен. Аға, енді мынау мектеп қабырғасында жүргенімізде Аяз би туралы әңгімені еститін едік қой. Яғни өзі патша болған кезде де сол баяғы қой бағып жүрген шапанын өзінің қабырғасына іліп қойған көрінеді. Сол баяғы кезім есімде болсын деп. Сол секілді сіздің де бөлмеңізде, сіздің де кеңсеңізде сол Аяз бидің шапаны секілді баяғы ескі күндерді еске түсіретін ілулі бірдеңе бар ма? Шын айту керек, біз енді елде, ауылда өскен балалардың барлығы сол ертегіменен, аңызбенен соларды естіп, соларды оқып, соны өзіміздің тұла бойымызға сіңдіріп өстік деп айтуға болады. Бұл біз үшін шындық зат сияқты. Мен өзім қай жерде жүрсем де, өзімнің шыққан қыңыр шаңырағым, соның суреті, ол менің әкем мен шешем салған. Біздің әулеттің қазіргі тірегіміз деп айтуға болады. Біздің ең үлкен ошағымыз. Сондықтан ол сурет менің әр уақытта да жанымда. Ол үйде де болсын, қызмет істейтін жұмысымда да болсын. Оны бір көргенде ішің жылып, елді сағынған, елді орнына түсіретінде бір үлкен өзінің қасиеті бар ғой деп ойлаймын. Рахмет. Енді қара шаңырақ деп айтып қалдыңыз ғой, аға. Мынау Сұлтан Бейбарыс туралы бізге жеткен аңыз әңгімеде базарды аралап келе жатып көке деген сөзді естиді. Мысырдың патшасы болып тұрған кезде елді сағынып, бүкіл билікті, патшалықты бәрін тастап елге кетіп қалады ғой. Сол сияқты аға, енді Астанада енді өзіміздің қазақтың даласы, дархан қаласы ғой. Бірақ дегенмен де туған жер деген бөлек қой, ыстық қой. Сондықтан енді ертең бір зейнеттік жасқа келгеннен кейін, шыққаннан кейін зейнеткерлікке қызметті қойғаннан кейін бір шалқарға барып, Шалқар көлдің жағасына бір киіз үйді тігіп, бір биені байлап, қымыз ішіп жатып, мына өміріңіздегі өткелдерден талай адамдармен жолықтыңыз, талай адамдармен кеңестіңіз, сөйлестіңіз, дос болдыңыз. Соның барлығынан бір кітап жазатын ой бар ма, аға? Ол бір толғаудан, бір өзінің уақытымен келетін зат па деп ойлаймын.
Мен өзім өмірімді шалқардан бөлек ұстап көрген жоқпын. Себебі әке шешеміздің бар кезінде мереке демалыстарды елде өткізуге асығатын едік. Себебі оларменен болған бір 4-5 күннің өзі қазір ойлаймын ең асыл уақыт сияқты маған. Сондықтан елге бару, елменен халыққа көмектесу, бұл ойлаймын ол бір адамзатқа тән қасиет деп. Және де менің көптеген жолдастарым, достарым, алдымдағы ағаларым, інілерім, барлығы да маған еріп Шалқарға барған адам көп. Мен мақтанышпен әр уақытта да елді көрсетем. Қуанышпенен бізді халық қарсы алады. Менің өзім оқыған мектепте өзім бір балаларға арнап биология сынабына шығып қойдым. Себебі бір талпыныс болса көрсін, қолынан келген көмекті көрсете аламын. Және де Шалқардың барған сайын бір өте жақсы музейі бар Шалқарда. Мен алып барған достарымды, жолдастарымды барлығын Шалқарды аралағанда сөз жүрден бастаймын. Оның ішінде бүкіл біздің елдің тарихы, біздің ата бабаларымыздың тарихы, бүгінгі күннің дамып жатқан тарихы. Әрине біз Шалқар көлінің жағасына барып, оны да тамашалаймыз. Сондықтан ел деген бір ыстықта бір адамға күш беретін құдірет деп есептеймін. Аға, енді Шалқар туралы айтқан кезде жанарыңыздың бөлек жайнап кететінін көріп отырмыз. Енді осы шалқарлықпыз деп өзіңіздің алдыңызға маңдай тіреп келген кез келген азаматтың да көңілін қалдырмайтын көрінесіз. Және осы Астанада да шалқарлықтардың басын қосып, үнемі ерте кездерде сіз шай беріп жүреді дейді. Сол қаншалықты рас аға? Енді мен шынымды айтайын, алдыма келген кісілердің ешқайсында да қайтарып көрген жоқпын. Ол қаяқтан келсе де бәріне де көмектесем. Енді шалқарлықтар келгенде олар өздері бір өзінің қазір бір ағасына келгендей, жерлесіне келгендей келеді. Сондықтан мен оларға әр уақытта да жылы жүрекпен қарсы алып, қолымнан келген көмекті аямаймын. Ол шындық. Мен бірақ енді оларды бір бөліп алып басқалардан деп айта алмаймын. Себебі біздің көмекке бізге күні түсіп келген науқастар келеді ғой көбісіне. Сондықтан әрқайсысына бір уақыт бөлу керек. Елден келген кісілерге шамалы көңіл бөлесің, ел туралы сөйлейсің, елді сұрайсың. Ол енді басқаша бір көңіл қалдырады деп ойлаймын. Біз кішкентай жерлестер болып жиналу, ағайын тумаменен жиналу, ол барлық адамдағы тән қасиет. Сондықтан осындағы үлкен ағаларымызды сыйлап, інілерімізді сыйлап, әр уақытта да бір той болсын, қуаныш болсын, жақсылық болсын, мереке болсын, бірге болуға тырысамыз. Аға, қазіргі таңда кімді сағынасыз, нені сағынасыз? Ол енді шын айту керек, философиялық сұрақ қой. Туған жерді, отбасыңды ойлағанда бірінші келетіні сол әке шешең, ата анаң. Біздер енді елдің баласы болғаннан кейін әжеміздің қолында өстік деп айтуға болады. Әжеміздің көзінше анамызды ана деп айтуға да дәтіміз шыдаған жоқ. Солай тәрбиелендік, жақсы көргенмен. Сондықтан ойлаймын, елге барғанда бірінші біздің алдымызда үлкен парыз, бұл сол үлкен бабаларымның, ата-анамның, әжелерімнің зираттарына барып, Құран оқытып, өзімнің келгенімді, аттап кетпегенімді білдіру. Бұл өте бір үлкен сағынышпен істелетін зат. Сондықтан ойлаймын, бұл бір жақсы біздің елдің, біздің халықтың бір қасиеті ғой деп. Аға, енді мына ел алдында жүргендер көбінесе әкесі мен шешесі туралы айтқан кезінде әкем
өмірде мына қағиданы маған қатты түсіндіріп еді. Анам осылай жасама, біреудің ала жібін аттама деуші еді деген секілді бір өмірінде қағида болып қалған дүниелер еске алып жатады. Сіз әкеңізді ойлаған кезде қай қағида еске түседі, анаңызды ойлаған кезде? Ол айтып отқаныңыз өте дұрыс. Әке мен шеше қай баласына да тек қана жақсылық тілеп, әр уақытта да жақсы ақылын айтады. Оның барлығы адам баласының ойында қалмауы мүмкін. Менің әкем былай ауылда жұмыс істегенмен аршанда өзі алған тәрбиесі басында соғыстың кезінде оқыған, ол әскери адам сияқты болды. Өмірінің бәрі қалыптасқан әскери адам болды. Ол біріншіден тәртіп еді. Бір тәртіп, үйде жүрсең де, жұмыста жүрсең де, жолдастармен қатысқанда да бір тәртіппенен, ізетпенен. Міне ол өте маған көмектесті деп айта аламын. Және де бір жолдастармен жүргенде бізге үйге келгенде, енді бөлек тұрдық қой, Ақтөбеде. Біздің үйде жолдастар қонақтар болса, мен әкешем қуанатын еді, үйіңе қонақтар келеді екен ғой деп. Мен сол қағида әлі есімде. Бұл да адамгершілікке, жақсылыққа баптайтын зат па деп ойлаймын. Біздің анамыз бір 94 жыл өмір сүріп кетті өмірден. Мен анамның ақылдылығын бұл жерде бір байыптап айту қиын, бірақ бір жылтырағанға қызықпайтын, бір артық сөйлемейтін, кей кезде анамыздың қуанып отқан, я болмаса ішінен ашуланып отқанда байқамайтын едік түрінен. Ол сондай адам болды. Сыр білдірмейтін, сабырлықты сыйлайтын, не ойлаймын, сол қасиеті ұсап баққың келеді. Бұл өмірге керек. Сондықтан әке шешенің жақсылығы, әкенің жақсылығы балаға 40 жыл разы болады дейме, қазақта сондай сөз бар ғой. Мен ойлаймын, кей кезде дәрігер болып істеп жатқанда, үлкен дәрігерлік қызметті атқарып жатқанда, елге барғанда үлкен кісілер мені серік келді деп айтпайтын еді, қуандықтың баласы келді дейтін еді. Қуандықтың баласы келді, қуандықтың баласы деп. Мен одан артық жоғары атақты көрген жоқ. Енді аға, анаңыз 94 жасқа келіп өмірден озды дедіңіз ғой. Анаңыз бар кезеңмен анаңыз жоқ кездердің айырмашылығын айтыңызшы. Шын айту керек, 94 жыл бұл бір ғасырға тамам ғұмыр. Біз Аллаға шүкір дейміз. Анамыз біздің қызығымызды, өскенімізді, жеткен жетістіктерімізді, істеген істерімізді, немерелерінің істеген ісін, шөберелерінің өскен көріп кетті. Ойлаймын, ол кісі өте бақытты болды, бақытты өмір сүрді деп. Кей кезде ойлаймын, неге көбірек бір әңгімесін тыңдамадым ау деп. Анамыз бізді жас кезімізде иіскеп бетімізден сүйіп көрген жоқ еді. Мен бірінші рет осы еңбек ер алғанда, қол босағаннан кейін елге қарай мен алға өзіме қойған мақсатым, біз Баян екеуміздің осы 6-шы жұлдызды анама көрсетсем қалай болар екен деп. Бір қуанышта, ол белгілі ғой, адам баласына тән. Соны алып бірден ерден елге барып көргенде, сол мені бірінші рет құшақтап, бірінші рет иіскеді ау деймін. Ол үлкейгеннен кейін. Мінекей ол бір үлкен мәні бар тәрбие түсінген кісіге. Сондықтан ананың жоқтығын, әкенің жоқтығын қай жасқа келмесең де сезесің, іздейсің. Бірақ оның енді бір қуанышы, Аллаға шүкір, балалар өсті. Өзімнің немерелерім бар. Олар ер жетіп жатыр. Мінекей сондықтан ойлаймын, өмір өте жақсы жалғасып келе жатырған өмір деп. Аға, енді мен сіз туралы деректерді қарап отырған кезімде, енді шалқар десе, бізде шалқармен қоса көл айтылады, құм айтылады, сосын грек-рим күрес айтылады біздерде. Өзіңіз грек-рим күресінен спорт шебері дейді, сол рас па? Енді мектеп кезінде шалқарда мектептің балаларының барлығы
спортпен айналысуға тырысатын еді. Өзіңіз білесіз, біз топталып жүретін едік. Мектепте оқитын балалар, әсіресе бір класста оқыған балалар. Біздер бір жылы 5 класс бітірдік, 10-шы класста. Қанша ер бала екен. Соның шамамен айтқанда бір 60-70% күреске барды. Күреске қатыстық. Ойлаймын, ол уақытта нәтижем жаман болмаған сияқты. Көрсеттім, студенттік кезінде де бастадық. Мен ол уақытта былай еді ғой, спорт шеберіне кандидат деген атақ болатын еді. Мен соны алдым. Қазақстанның республикасылық жарыстарына қатыстым. Өзім сол уақыттағы үлкен жетістіктерге жеттім деп айта аламын өзім үшін. Бірақ институтта келгеннен кейін оқу жағы басқаша тартып, о жағын шамалы азайттық. Сондықтан бірақ спортты қол үзген жоқпын. Осы күнге дейін әлі соның жалғастырып өзімше дене шынықтыру жағын әр уақытта қолдаймын да, онымен әлі айналсам. Аға, енді сіз хирург болмағанда палуан болып кетуіңіз мүмкін бе еді? Мүмкін де болуы мүмкін еді. Себебі сол уақыттағы менің тренерлерім айтатын еді, өте алдында үлкен әрмен қарай дайындалсаң, үлкен жетістіктерге жетуге болады деп. Енді өмірдің талабы солай болды, оқу керек болды. Үлкен медицина саласы деген бір күнбе-күнгі оқуды, күнбе-күнгі еңбекті, уақыттың бәрін соған бештеуге талап етеді. Аға, мынау ақындарымыз айтып жатады ғой, ұйықтап кетсем түсімде сәйгүлік көрем деп. Сіз ұйықтаған кезде түсіңізде не көресіз? Енді өте қызық сұрақ. Шынымды айтайын, бала кезімде көбінесе ұшып жүретін едім. Өтірік емес, шынымды айтамын. Енді соны көретін едім, сосын ойлайтын едім, ол ұшу оңай зат ау деп. Ол болды. Ол да бір уақыттың белгісі шығар. Енді кей кезде көресің, жақындарды көресің түсті. Енді ол түс деген адамның жұмысына да байланысты, шаршағанға да байланысты, қуанышқа да байланысты ғой деп ойлаймын. Мен көп түске көп сыр бермеймін енді. Оны ешкімге де айтпайсың ғой. Енді аға, сіздердің мамандықтарыңыз адам өміріне арашашы ғой енді, бір сөзбенен айтқанда. Жалпы өзіңіз құдіретке, Құдайға сенесіз бе? Құдіретке сену ол ойлаймын керек деп. Бәрімізде Алла дейміз, құдіретке сенеміз. Бұл өмірде болып атқан көп жағдайдың барлығы әртүрлі. Барлығы ол өзінен өзі тегін болады деп есептемеймін. Бір сондай бір күштің, құдіреттің арқасында сабырлық жасау, ақылмен шешу, ойлану, оның барлығы да бір соған байланысты ма деп есептеймін өзім. Енді мына шығармашылық адамдарында бар ғой аға, ақындардың әйелі мынадай болу керек, әкімдердің әйелі мынадай болу керек деген сияқты, батырлардың әйелі мынадай болу керек деген, хирургтың әйелі жары қандай болу керек? Ол енді адам өзінің тән қасиетіне байланысты ғой. Бірақ біздің отбасымызға өмір басқаша болды. Себебі менің жарым да дәрігер. Біз өмір бақия бірге істедік деп айта аламын. Істеп келе жатырмыз деп. Москвада қатар оқыдық. Жаңа ординатурасында, аспирантурасында. Одан кейін Алматыға келгеннен кейін бір институтта жұмыс істедік. Осы орталық біздің ашыларда жастарды тәрбиелеу, оларды бізде клиникалық ординатура, аспирантура дейтін оқулар бар. Соған тәрбиелеу. Мен әйелім көп жыл институтта сабақ беріп, доцент болғаннан кейін мен соған бағыштадым. Сондықтан біздің үйдегі өміріміз бен жұмыстағы өміріміз бір-біріне тұтасып жатты. Бірдей. Сосын үлкен конгресс, конференция біздің елде болатын, өзіміз өткізетін, е болмаса шет елде өткізетін, біз бәріне бірге барамыз. Бұл
мына ненің Москвадағы Бурденко атындағы институт, нейрохирургия институтының бір салты солай болды. Менің өзімнің мұғалімім, өзім алдыма қойған жаңағы бізді баптаған академик Коновалов осындай үлкен конференцияларда, конгресстерде өзінің отбасымен жүретін еді. Сосын сол хирургтардың әйелін қасына жинап, оларда осы қалай көмектесу керек. Мен сол қалыптастықты біз орталықта да сақтадық. Менің қазір жадымда істеген менің оқушыларым, менің әріптестерім барлығы конференция болса, қуаныш болса, олардың семьясымен бірге жүреді. Және де айта кетейін, көптеген біздің дәрігерлердің жарлары біздің орталықта жұмыс істейді. Мен оны дұрыс деп есептеймін. Бірге жұмыс жасасын деп айтады екенсіз, жұмыстастарыңызға. Мен оны шақырам бірге істеуге, бірге нетуге. Себебі бұл жұмыс орны өзінің екінші үйің сияқты. Әйел де оны түсіну керек дейсіз. Оны түсіну керек деп ойлаймын да. Біздің енді қазақтар әйелдерін көп ерте бермейді ғой негізі ондай жерлерге. Бірақ бірге жүріп, бірге бір жерде жұмыс жасаған, ол отбасылық құндылықтарға да өте жақсы нәрсе дейсіз аға, Аға, енді біздер айтып жатамыз ғой, қазақ еріншек, қазақ жалқау, қазақтың қолына көп нәрсе келмейді, қазақ тек мал баққан халық деп. Жалпы қазақ қандай халық аға? Және бұл қазақта болашақ бар ма? Үлкен сұрақ. Енді мен денсаулық саласында қызмет істейтін кісі болғаннан кейін сол жағын айтқым келеді да, қазақтың көнеден келе жатқан, ойлаймын, бұл салты ма, заңы ма, жеті атаға дейін бірге ота құрымы, жеті атаңды біл деген көптеген сондай көнеден қалған қағидалары қазір жаңа шығып жатқан, жаңа дамып жатқан генетика жағынан, басқа жағынан дөп келеді. Сондықтан біздің қазақ халқының жалпы елде тұрған халықтың кезінде балалардың арасында жаңағы туа біткен аурулардың аз болуы, ойлаймын, біздің сол ата бабаларымыздың айтып кеткен, салып кеткен сара жолынан ба деп. Сондықтан ол жағынан біз соны қағиданы ұстап келатырмыз бәрімізде. Оны шын ғой. Сондықтан біздің денсаулық жағынан біздің болашағымыз өте зор деп есептеймін. Ол басқа халықты айтпай қояйын, өзіміз халық болғаннан кейін. Ол өте бір өзекті, керекті мәселе. Сосын өзіңіз білесіз, қазақ халқы қыз балаға басқаша қараған. Ер баланы төрге шығармаса да, әкесі қыз баланы төрге шығарады, отырғызады. Ол бір жағынан, ол қонақ деп қарайды біреулер, бірде мен ойлаймын, оның төп негізі біздің қазақ халқының болашақ балалары, бұларға сол қыздардан келеді. Сондықтан рухы биік болсын деп, дені сау болсын деп, мен ойлаймын, ол да бір дәріге медицина жағынан қарасаң өте бір дұрыс сияқты. Сондықтан ойлаймын, қазақ халқының болашағы өте зор ғой деймін. Сосын қазақтың көңілінде көңіл керек болса астындағы атын бере салатын. Жалғыз атын салып береді. Бір атым Насыбай үшін өкпелейтін. Ондай халықты табу өте қиын. Бір қазақтың көнеден кеткен сөзі бар ғой, әркім өзінің сыйлағанының құлы дейді. Ол оның мағынасы басқаша. Ол құлдық емес. Әркім өзінің сыйлағанына қызмет етуге, сол үшін дос болуға, сол үшін бірге жүруге серт беретіндей. Мен ойлаймын, бұндай халықтың болашағы өте зор ғой деп ойлаймын. Және де жалқаулық деген сөзге көбінесе мен көңілім келмейді. Философтар ма деймін қазақтар. Көп ойланатын, далада жүрген, ойлар ішінде. Қазіргі қараңыз жастардың қалай өсіп жатқанын. Ол жалқау халықтан ондай жастар шыға ма қазір? Сондықтан ойлаймын, біздің санымыз көбейсе, сапамыз да көбейеді деп есептеймін.
біз аса көңіл бөлуіміз керек жас балаларға, әсіресе біздің қыз балаларға. Иә, бүгінгі тәрбие, бүгінгі отбасының отаудың мектебі соны өте жоғарылап, соны өсіру керек деп ойлаймын. Ол бүгінгі керек зат болып тұр. Ұлтты сақтау үшін қыздарымыздың денсаулығын сақтау керек дейсіз ғой аға, иә. Аға, енді өмірде әртүрлі жағдайлар болады ғой. Өмірде ең қатты қуанған және ең бір қатты мұңайған, жылаған кезіңізді айтыңызшы, бар ма? Ол енді ол қуаныш деген ол бір уақытпен келетін зат. Оның қай қуаныштың өзінің сәтіне байланысты. Бүгінгі қуаныш, өткен қуаныш, келетін қуаныш, әр қуаныштың өзінің орны бар деп ойлаймын. Жаңағы біреулер айтады ғой, әкеңді жақсы көресің бе, шешеңді жақсы көресің бе деп. Әрқайсысының өзінің орны бар ғой. Ол кім бөліп алады оны. Сондықтан шын айту керек, менің отбасымыздағы үлкен қуаныш, ол менің менің әке-шешем ұзақ өмір сүргені болды. Әжем ұзақ өмір сүрді. Ағам құдайға шүкір отбасымен өріп жатты. Балалар өсіп, отау құрды. Бір үлкен қуанғаным немерем өмірге келгенде, шын айту керек. Бұл басқаша қуаныш. Енді өкініш деген көбісі үлкен бір өмір жайында өкініш жоқ деп есептеймін. Өзімде ондай, Аллаға шүкір, ондай болып көрген жоқ. Жұмыс бабында осы әсіресе біреуге мықты көмек көрсеткенде артынан ойласын, тағы да былай істесем жақсы болар ма? Ол ой жібермейді әр уақытта да. Бірақ та дәрігердің, әсіресе хирургтардың жұмысында қиындық шамалы болса да бір өкініш ол болатын зат. Бірақ сен ертеңіне қайттан сапта тұрып, қайттан сондай жұмыс істеуің керек. Сондықтан ол өкінішпен өмір сүру өте қиын. Өзіңді соған дайындалып, әрмен қарай тек қана алға жүру керек деп есептеймін. Аға, енді өмір болғасын жерде әртүрлі жағдайлар кездесіп жатады, әртүрлі дүниелер болып жатады. Енді туған жерге бір қайтадан барып, қарттық шағымды сол жақта өткізем деген бір ой жоқ па аға сізде? Қалай? Туған жерге барып бір шалқарда болам, ендігі қарттығымды, ендігі уақытта. Көбінесе айтып жатады ғой, қалада жұмыс істеген, ертең зейнетке шықсам, қайттан өзім туған жеріме, ауылыма көшемді, сол жаққа барам, сол жақта болам, сол жақтағы ақсақалар өзім көз көргендердің ортасында болам деп жатады. Мен ондай жігіттерді білемін. Өте орнын тапқан жігіттерді білем, елдеріне көшіп. Оның барлығы қазір біздің басты қағидамыз қазір қызмет ету, жұмыс. Біздің ұлттық нейрохирургия орталығы ашуына тікелей қатысым бар деп есептеймін, шамалы болса да. Қазір 18 жылдан толық 18 жыл болды. Біздің осы уақытта істеген ісіміз, халыққа көрсеткен көмегіміз, әлі болашақ көмегіміз, болашақ істейтін істеріміз алдымызда бұдан да көп сияқты. Сондықтан ондай бір жұмыс тоқтатайын деген, бір тоқтайыншы деген бір жұмыс жағынан шаршау әзір болған жоқ. Сондықтан қазіргі біздің алдымызда үлкен жоспарлар бар. Мен соны толығыменен шешуге өзім күш жігерімді, денсаулығымды, білімімді соған жұмсаймын. Әр заттың бірақ уақыты бар ғой. Көрерміз уақыт қандай болатынын алда. Енді аға, бір сұхбатыңызда айтыпсыз, әзірге қолым тоқтаған жоқ, қолым тоқтағанға дейін қызмет жасайым деп. Сонда бұл алтын қолдың да тоқтайтын уақыты бола ма екен? Ол енді ол тоқтауды емес әңгіме. Менің алдымдағы үлкен, жаңа айттым ғой, мен өзімнің мұғалімім, талпынған
ол енді ондай кісілер мүмкін табиғатта аз шығар, ондай данышпандар. Менің өзімнің оқытушым 90-нан асты, 90-ға дейін ота жасайды, операция жасайды. Сондықтан күш жігерің болса, егер де оны керек қылса, кей кезде жастарға қарайсың, жастар жақсы өседі. Сондықтан бір жағынан өзіңді тежеу, ол да табиғаттың заңы деп есептеймін. Қазір көп жастардан көп затты үйренуге болады, жаңа технологияны. Сондықтан ол барлығы бір уақытымен келетін зат, оған ешқандай өкініш, оған ешқандай бір қайғыру болуға тиіс емес деп есептеймін. Енді мына Әбіш Кекілбаев атамыз айтады ғой, аға, өмір деген жәрмеңке дейді, келдің екен көріп кет, өмір деген жәрмеңке, алдың екен беріп кет дейді. Өзіңіз қаншама шәкірттер тәрбиелеп жатырсыз, сол жөнінде айта кетсеңіз, сосын шәкірт ұстаздан шәкірт озар дейді ғой. Өзіңізден оза шауып жатқан шәкірттеріңіз бар ма? Асықпаңыз. Әрине, елге оралғаннан кейін, елде жұмыс істегеннен кейін нейрохирургия саласы ол уақытта тек қана бір бөлімшелерден тұратын еді да, алдыңғы ой үлкен бір қауымдастық орталық ашсақ, нейрохирургияның жастарды тәрбиелесек деген үлкен ой сол уақытта болды. Сол ойды іске асыру үшін Алматыда жүріп қызмет істедік. Біріншіден мектепті, институтты, мектептен кейін институтты бітірген жастар, жас балаларды, нейрохирургия болғысы келген балалармен жігері сөйлесіп, соларды топтастырып жинай бастадық. Себебі бір орталық ашу үшін, нейрохирургтардың барлығын басын қосу үшін бір әріптестер, бір қауымдастық керек қой. Мінекей соның айғағында бірінші 10 жылда 4-5 доктор медицина саласының 20-дан астам медицина ғылымның кандидаттары деген дайындап, ол бірінші әлі есімде, мен енді Москваның Институт Бурденконың түлегі болғаннан кейін менің байланысым басқа біздің әріптестерден гөрі жақсы болды. Мен өзім сол жерде 15 жылдай болғаннан кейін сондағы профессорлерді шақырып, олардың тәлім тәжірибесін көріп, өзіміздің тәлім тәжірибені оларға көрсетіп, біз содан бастадық. Содан әңгіме болды. Мен өзім жаңа оқытушылармен сөйлестім. Олар айтты, бұның барлығы үлкен мақсат, ол керек алды қойған. Бірақ ол өзі біртіндеп шешілу керек деп. Мінекей 10 жылдан астам, 15 жылдай қызмет еттік Алматыда. Содан кейін барып елге, үкіметке, басшыларға осындай орталық ашылуға жігіттер дайын деп айттық. Оны мемлекет қолдады, дұрыс түсінді, қаржы бөлінді. Бір қызығы осы орталық болады дегенде жастардың бәрін жинап 35-тен астам біздің жас балаларды шетелге оқуға бір күнде жібердік. Ол бір мемлекетте болып көрмеген тәжірибе. Олардың ішінде ағылшынша білетін балалар болды. Оларды Америкаға, Европаға жіберуге тырыстық. Көбісі ағылшыншаны әлі меңгермеген балалар еді, жас балалар көбісі. Оларды іздедік қай жерден. Біз Израильдің профессорлары, олардың көбісі бұрын Ресейден шыққан, орысша айта алады, орысша программа жасай алады. Соның бір 25-тен 30 адам сояққа жібердік. Олар өздері өте таң қалды. Бір күнде бір елден осындай үкіметтің ақшасымен, мемлекет ақша бөліп, мемлекет оларға қаражат бөліп, тұратын жерін нетіп, келісіп, шарт жасап, ақшаларын беріп оларға. Содан соның профессорлары қызығып маған хабарласты. Біз солармен тығыз байланыста болып кеттік. Және де ең бірінші мына бұрын Қазақстанда болмаған ол уақытта мына мидың ішін ашпай тамырдың ішінен кіріп жасайтын операцияны сол Израильдің профессорын шақырып бірге жасадық. Мінекей қазір сол
операция, қазақтың балалары мыңдаған операция жасайды. Сол операцияны біздер тек қана біздің орталық емес қазір, бүкіл қазақтардың, облыстардың, Қазақстанның облыстарының, региондарының бәріне кіргіздік. Қазір бәрінде жасай алады. Соның арқасында мына инсульт ауруына қарсы күресу, алдына алу, операция жасау қазір Қазақстанда өте қарқынды дамып келе жатыр. Мінекей оның жастары айтуым керек, ол жастардың ондай операцияны біздер қазір жасай да алмадық. Ойымызда да болмаған операцияны жасайды. Сондықтан ойлаймын, жастар бүгін өте талантты. Біздің орталықта 5-6 біздің нейрохирургтар, олар майталмандар, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты. Оларды үкімет әруақта да марапаттап тұрады. Өзі докторлық, профессорлық атақтарын алған, шетелдерге барып лекция оқып, шетелдерге барып өзінің тәжірибесін бөлісуге дайын. Сондықтан ойлаймын, бүгінгі Қазақстанда нейрохирургия мектебі құрылды деп. Бұл жаңа заманауи технологиямен байланысты. Жақында ғана осы бір айдың шамасын болған жоқ әлі. Қарағандыда біз өзіміздің 6-шы нейрохирургтардың конгрессін өткіздік. Осы конгресске тек қана Қазақстан нейрохирургтарын шақырдық. Солай жасаймыз. Сонда 50-ден астам докладтар болды. 50-ден астам бүкіл Қазақстанның. Мен тыңдап отырасың барлығын. Бүкіл тек қана Астанада емес, Алматыда емес, бүкіл біздің аймақтардың нейрохирургтардың жасаған өздерінің тәжірибесін бөліскен көргенде ойлаймын, бүгінде нейрохирургия саласы өте жақсы қарқынмен дамыған, халыққа жаңағы өзіңіз білесіз ғой, мемлекеттік экономикалық медициналық сақтандыру жағынан және де мемлекеттің қаржысынан бөлінетін кепілдендірілген көмекті толығыменен көмектесіп елге. Олардың барлығы жаңа технология, заманауи технологияларды кіргізіп, халыққа мемлекеттің қаржысы, мемлекеттің арқылы көмек көрсетіп жатыр. Бұны шын айту керек, айтып кету керек осы жерде ойлаймын. Мына бүгіннен бастап, бүгін айрықша күн, Конституция біздің күшіне еніп жатыр. Мінекей біз осы Конституциялы көп дәрігерлер де, себебі бізге тікелей қатысты, оның ішінде салалар бар. Қалай халыққа көмек көрсетеміз? Осы біздің мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыру жағынан, болмаса кепілденген мемлекет қаражатына емделетін олардың шеңбері осы Конституцияның арқасында кеңіп үлкейді. Халық бұрынғыдан да гөрі жоғары технология жағын алуға шамалар жақсарды. Мен ойлаймын, сондықтан ойлаймын, ұлттық нейрохирургия орталығы енді істеп жатқаннан кейін ол осы жұмысын әрмен қарай жалғастырады деп. Бұл біздің мектеп, біздің жастар, жас өсіп жатқан нейрохирургтардың еңбегі. Сондықтан айта аламын, біздің бүгінгі шәкірттеріміз бізден жоғары деп. Аға, енді өзіңіздің салаңыз бойынша оқитыныңыз белгілі. Бірақ әдеби кітаптарда оқисыз ба? Қосымша уақытыңыз бола ма? Мен бір нәрсені жаттап алып айтамын деп айта алмаймын. Бірақ өзімнің жаңа айттым ғой, менің кабинетімде мен жаңа өзімнің үйімнің суреті сияқты, мен өзім кабинетімде әр уақытта Абайдың кітабын алып жүремін. Кей кезде бір отырғанда, қобалжып отырғанда болсын, бір қуанышта отырғанда, мен қасымда жатады ол да. Қараймын. Сонда қараймын, Абайдың айтқан сөздері сол замандағы бүгінгі күнге айтқан сөз сияқты. Бүгінгі күнге тәрбие сияқты. Мен ондай ғұлама, ондай данышпан, ондай көріпкел адамдардың айтқан сөзін оқығанда басқаша сезінесің. Сонда көп кезінде оқыдық қой, қол босағанда, демалыста оқуға тырысасың кітаптарды. Бірақ Абай кітабы менің столымда әр уақытта да бар. Аға, енді қарапайым қазақтың баласы, яғни қарапайым қазақ өзінің денсаулығын ұзақ өмір сүру үшін, сақтау үшін ұзағырақ
қарапайым ғана бір мынадай қағидалар жасау керек дейтін бар ма элементтер? Ертеңгісін осылай тұру керек, жүру керек. Әрине бар. Соны айта кетсек. Біріншіден адамның ары таза болу керек деп ойлаймын. Адамгершілік қасиеті жоғары болу керек деп ойлаймын. Деннің саулығы ол тек қана сенің денеңді күтіп жаңағы жақсы тамақ ішуден емес, оның деннің саулығы сенің ішіңдегі ойыңа байланысты. Ниет па? Иә. Өзіңнің өмірге деген көзқарасыңа байланысты, өзің алған мақсатыңа байланысты. Солай деп ойлаймын. Мен әр уақытта да маған жаңағы бүгінгі кезде денсаулық сақтау үшін ештеңе жаңағы керек емес заттармен айналыспай, тек қана өзінің әр уақытта да денінің саулығын айналысатын оғанда уақыт керек қой. Сондықтан тазалық, ішіңдегі тазалық, өзің алдыңа қойған үлкен жақсы ойың, пікірің, ол да үлкен әсер етеді деп есептеймін. Мынау кеше бір сұхбатыңызда байқап қалдым, сіз ешқашан телефон сөндірмейді дейді. Күн болсын, түн болсын, бір ауыр жағдайда қажет болып қалса, бара бересіз ба сонда? Кейде адамдар жұмыс уақытында істейді ғой. Шындыққа келді, телефонда бізге енді көбінесе мұқтаж адамдар хабарласады ғой. Ол қайдан телефон нөмірін алатын білмесін, бірақ соңғы кезде көп қорқасын. Мына алаяқтар біздің өзіміздің ортамызда да, біздің де алаяқтарға түсіп қалған жігіттерді көрдім. Талайы звонить етіп, сондықтан танымес телефонды жаста оқисың, телефон ана хабарласса қорқын құрайсың. Ол да заман өзі өзгерді ма, алаяқтар көбейіп кетті. Міне бағана айтқан бар, отбасының тәрбиесі, біз өзіміз халқымыз осы отбасының тәрбиесін жоғары көтерсек, бәрі содан басталады деп есептеймін. Жас балаларды, немерелерді, шөберелерді солай тәрбиелеу керек. Ол көмек көрсетуге, мұқтаж кісілерге біз әр уақытта да дайынбыз. Аға, отбасы тәрбиесі деп айтып қалдыңыз. Өз балдарыңызды тәрбиелей алдым деп ойлайсыз ба? Уақытыңыз болды ма? Шынын айту керек, біздерде қазақтың салтымен жүрдік. Менің үлкен ұлым менің әке-шешем қолында тәрбиеленді. Ол үлкен кісілердің тәрбиесі өте жақсы тәрбие алды деп ойлаймын. Бауырма, жүрекке. Одан кейінгі ұлым өзіміздің қасымызда болды. Оған өзімізше тәрбие бердік. Балаларым өтірік айтпайды, жүректері таза. Мен соған Құдайға шүкір деймін. Ендеше аға, біздің сұрақтарымызда осыменен тамам. Мінекей уақытымызда болып қалған секілді, келіп осылай ауылдың бағдарламасы деп бізге сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Әрине, сіздің әрбір минутыңызды, әрбір сағатыңызды күтіп отырған қаншама науқастар бар, қаншама адамдар бар. Соның арасынан уақыт тауып келіп жатырсыз. Көп рахмет аға сізге. Енді біздің бағдарламамызға бір-екі ауыз тілегіңізді білдірсеңіз, батаңызды берсеңіз бізге. Біріншіден, мына сіздің бағдарламаңызға ісіне сәттілік тілегім келеді. Халыққа қызмет етіп жатқан, елге осындай өмірдің бір жақсы жағын, бүгін керек жағын көрсету, бұл үлкен бір жауапты жұмыс. Сондықтан абыройлы болыңыздар. Жұмыстарыңыздың, бастамаларының бәрі сәтті болсын деймін. Ол үшін сіздерге, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, тек қана жақсылық тілегім келеді. Амин. Көп рахмет аға сізге де. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.